Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бастауыш сынып мұғалімдеріне сынақтан өту кезінде 2024 жылғы тестте келіп жатқан жаңа сұрақтармен таныс боласыздар. Алдыңғы бөлімдерді менің арнама тікелей сілтеме арқылы өтіп көрсеңіздер болады. Сонымен бастаймыз. Бірінші сұрақ. Бұл келесі сөздің түс пен мәнерлікке ие болуына көмектесетін сөз немесе тұтас өрнек. Дұрыс жауабы эпитет. Яғни қосымша дерек. Эпитет дегеніміз грек тілінен аударғанда қосымша деген мағынаны білдіреді. Заттың яки құбылыстың ерекшелігін, сыр-сипатын бейнелі түрде танытады. Мысалы, қазақ поэзиясында алтын сөзі эпитет ретінде көп қолданады. Екінші сұрақ. Антоним сөздер. Есімізге түсірек, антоним дегеніміз бір-біріне қарама-қарсы сөздер. Бұл жерде екінші вариант дұрыс. Ерте, кеш. Үшінші сұрақ. Дауыссыз дыбыстары бар сөздер. Дұрыс жауабы Б нұсқасы. Дойбы, шопан, тас жол. Төртінші сұрақ. Осы домбырамен бірге жаным жылады. Поэтикалық жолдардың авторы. Дұрыс жауабы Сәкен Сейфуллин. Домбыра өлеңінен үзінді оқи кетейін. Домбыраға қосылып, көкірегім де сарнады, кернеді, толды тасыды, көзімнен жас парлады, біресе толып көш келіп, құлаштап бипыл шалқыды, біресе еріп балдай боп, өлбіреп және балқыды. Келесі бесінші сұрақ. Халық ертегісін көрсетіңіз. Дұрыс жауабы Бақа ханшайым. Алтыншы сұрақ. Адамға тәлім-тәрбие беретін қысқа дана сөз. Дұрыс нұсқасы мақал. Себебі мақал дегеніміз нақыл сөз. Ол өмірдегі түрлі құбылысты жинақтап, түйіп, ықшамдап беріп, бір не екі тармақтан тұратын алдыңғы жолдарында пайымдап, соңғы жолдарында қорытылған ойды айтады. Мәтел дегеніміз бұл жерде нұсқа дұрыс емес, себебі мәтел дегеніміз өзінің негізгі түйіндеуін кесіп айтпайтын, бір-бірімен кереғар қорытындысы тұспалды, қысқа да нұсқа нақыл сөз. Яғни бұл жерде дұрыс варианты адамға тәлім-тәрбие беретін қысқа дана сөз мақал. Жетінші сұрақ. Белгісіз формадағы етістіктердің жалғауы анықталады. Яғни, белгісіз формадағы етістіктердің жалғауы қалай анықталады? Дұрыс жауабы жұрнақ арқылы. Сегізінші сұрақ. Тек жекеше түрде қолданылатын зат есімдер. Дұрыс нұсқасы А нұсқасы. Сүт, оқу, жапырақ. Тоғызыншы сұрақ. Жанама септіктегі зат есім білдіреді. Дұрыс жауабы қосу. Яғни, жанама септіктегі зат есім қосуды білдіреді. Оныншы сұрақ. Наргиз, Тамила, Марат және Серік ұлдар мен қыздар алма кезек отыру үшін орындыққа отырғызылды. Ықтимал орналастыру нұсқалары. Дұрыс жауабы Д нұсқасы 8 рет отырғызылды. Құрметті ұстаздар, осымен кезекті бөлім аяқталды. Егер де тест тапсыру кезінде жаңа сұрақтарды кездестірсеңіз, менің телеграм арнама қосылып жіберіңіз, немесе комментарий бөліміне жазып қалдыруыңызды сұраймыз. Барлықтарыңызға тестте сәттілік.